Облыстық коалиция мүшелері Жаңаөзенге барды. Жаңа конституция жобасын түсіндіруші топ Жанар Стыгын фабрикасында болды. Кездесу барысында коалиция мүшелері конституцияда жобасындағы өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат берді. Жаңа конституция жобасы мемлекеттің құқықтық және саяси жүйесін заман талабына сай жетілдіруге бағытталған. Құжат ел дамуының басты бағыттарын қамтып, білім мен мәдениетті қолдау, табиғатты қорғау және азаматтардың құқықтарын күшейту қамтылған, деді облыстық коалиция төрағасы. Президенттің жаңағы қол қойған жарлығына сәйкес 15 наурыз болып бекітілгенін айтып жатырмыз. Және менің өзімнің жеке пікірім бойынша, мына кездескен азаматтар мен шығарған қорытыным бойынша сайлауға келетін азаматтар көп болады деп есептеймін. Белсенділік болады. Себебі бұл жерде жаңағы айтқан депутаттар үшін, партия үшін емес, бұл ортақ бәрімізге қажетті конституция ата заңымыз үшін берілетін дауыс. Сондықтан азаматтарымыз өте көп қатысады деген үміттемін мен. Жанар Стыгын фабрикасы өңірдегі жеңіл өнеркәсіп саласындағы ең ірі кәсіпорындардың қатарында. Онда өндірілетін өнім бәсекеге қабілеттілігімен ерекшеленеді. Тігін фабрикасының қызметкерлері елдегі маңызды саяси науқандардан қалыс қалған емес. Кәсіпорын басшысы бұл жолы да ел үшін маңызды істен ұжым қалыс қалмайтынын жеткізді. Әр сөз, әр мәтін, әр нүкте, әр солдай талқыға салынып, халықтың көңіліне қонады деген мәселелер талқыланып жатыр. Енді сұрақтарға жауап беріліп жатыр. Енді осы референдумды осы дұрыстап ұйымшылдықпен өткізіп алуға ұжымды барлық маңғыстаулықтарды осыған шақырамын. Жаңа конституция енгізіліп жатыр дейді, депутаттар келіп облыстан түсіндіріп кетті. Енді 15 мартта барып өзіміз дауысымызды береміз. Жиында конституцияның қоғам өміріндегі рөлі, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңашылдықтар кеңінен талқыланды. Қызметкерлер өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, ұсыныс тілектерін жеткізді. Ақсындар Табылды, Ролан Аметұлы, Дидар.